деп енді ондайға жоқсыз мүлдем ауыл шаруашылығына жоқсыз иә ондай жігіт келсе мысалы сіз жоқ малы көп болса қабылдайсың ғой бай жігіт қой ол деген хорошо бірақ та мен оны сосын жаңа бір сөзінде айтып қалды да салмақты жігіт келсе екен дейді да менің ойымша сізге наоборот бір позитивный жігіт керек сияқты өйткені салмақты жігітпен сіз де салмақты екеніңіз үшін кішкене пісіп қалатын сияқты деп ойламайсыз ба бір творческий мне кажется наоборот сізге тамада жігіт келіп кішкене ашып жоқ менің бұрынғы отношениямда тоже салмақты емес яғни өмірге көңілді қарайтын жігіт болды иә мен де өзім бір салмақты түңіреп тұрған қыз деп айта алмаймын өзімді бүгін эфир болған солай көрініп тұрсыз солай көрініп тұрған шығар мүмкін иә мен өзім негізі ашық қызбын ойымды ашық айта аламын деген сияқты ой сол бұрынғы ара қатынаса қарап маған салмақты жігіт керек екен деп өзім тұжырым жасадым ішім піспайды деп ойлайсыз піспайды деп ойлаймын енді мына жерде қош келдің алдымен мен жақта нақты талаптарыңды қойдың ғой сен артық қызғанбайтын орынсыз қызғанбайтын қалай айтсам болады тағы салмақты деп ше бірақ мына жақта ақша туралы мал туралы қабылдайсың ғой енді деп қалды сонда ақша болып тұр ма ол жарайды ол қатты қызғанады ол енді артық айтсам көзге шөп салатын сондай да сен алып ауылға апарып тастады да и сол малға бола сен сонда қабылдай салайын деп тұрсың ба мен айтып тұрмын ғой мен малы көп жігіт жақсы ғой енді бай жігіт болған вот бірақ мен ауылға барып ол жігіттің сиырын сауып отырмаймын жоқ бұл жерде мақсат ол малдың бәрін сау емес мал бұл жерде ақша болып тұр ғой әңгіме ақшада болып тұр сіздің өзіңіздің талаптарыңызға өзіңіз қарсы шығып жатырмын деп ойламайсыз ба мына жақта салмақты жігіт керек орынсыз андай қызғанбайтын деп жатсыз да малға әңгіме келген кезде қабылдайсың ғой енді деп ше сәл иә бағана енді Перзат ханым да айтып жатыр ғой енді сіз айтыскермін енді деп жатсыз ғой енді білмеймін мына жақта бір микрофонға таласа алмайсыз қаяқтан айтыскер болып отырсыз енді талаптарыңызға да қарсы шығып жатқаныңызға қарасақ енді өзіңіздің андай сәл ыңғайсыз неп тұрған сияқтысыз өзіңізге сенімсіз сияқтысыз негізі ренжімеңіз мен өзіме сенімді болмасам осы жерге келмес едім біріншіден екіншіден мен бұл жерге дайын қыз болып келіп отырмын мен оқуымды бітіріп бір комнаталы үйімді алып шетелге де шығып осы жерге дайын болып келіп отырмын енді сіз айтып отырсыз ғой айтысқа қатыстыңыз мен айтысқа 11-ші сыныпта қатысқан болатынмын одан кейін айтыс сахнасына шыққан жоқпын біріншіден жоқ енді дайын қыз болып келген екенсіз жарайды ақшаңыз бар үйіңіз бар көлігіңіз бар дедіңіз көлігім жоқ көлік енді бұйырса аласыз ғой енді өз жағдайыңызды өзіңіз жасап өзіңіз дайын болып келген екенсіз неге онда өзіңіздің талаптарыңызға қатты не етіп жатсыз кәдімгі малға әңгіме келген кезде кәдімгідей сол сұраққа жауап берген жоқсыз просто ше сіздің өзіңіз дүниеңіз бар екен өзіңіз дүние жинап жатыр екенсіз бірақ сәл дүниесі бар сіздікінен сәл көбірек болып еді уже андай қалай айтсам болады сіз өзіңізге өзіңіз измена жасап кеттіңіз ғой ондай артық ештеңе айтқан жоқ сияқты мен негізінде балауса ханым негізі мен түсінбеймін да сиыр саумаймын деп отырған адамды Перизат пен Арман барып саудыртайын деп тұр да негізі сиыр сауатын дүние ол сепаратор деп айтылады бірақ никак әйел адам емес бұрын болған иә қазір де ондай жағдай бар ауылда келісіп тұратын әпкелеріміз бар келіндеріміз бар деген сияқты шы ол бөлек әңгіме мына жерде анық қыз айтып отыр маған ондай жігіт керек емес ақшаға қызыққан рас мойындап отыр ғой тағы біз не керек бұл қыздан басқа бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз